Біреудің тағдырына бейжай қарай алмаса. Рахмет, сіз болмағанда олар мені ұрып тастаушы еді. Түсінем. Өзім де 11 жастан интернетте тәрбиелендім. Әкімшілік мұндай ұсақ түйек төбелеске араласпайды. Бұл балаларды енді ешкім дей алмайды. Оған көмектесу үшін бәріне де әзір боласың. Сен мүмкін ұмытып қалған шығарсың. Мен сенің нағыш тәтең Айманмын. Әзірге менің үйімде тұра тұрмыз. Сіз ештеңе түсінбей тұрсыз. Ол бір бәлеге тап болды, мен мұны анық білем. Алайда жасаған жақсылығың... Бізді тыңдасаңыз, біреудің ісіне араласпаңыз. Жоқ, қажет жоқ. Жағдайды онан ары ушықтырып аласыз. Біреудің ісіне араласу денсаулық үшін аса қауіпті. Өз өміріңе кесірін тигізсе қайтесің. Бүгіннен бастап жұмыстан босатыласыз. Кабинетіне шығып кетіңіз. Болат, тірі екенсің ғой. Болат, жауап берші. Сіз маған өтірік айтқансыз ба? Кешірші Жәния. Мен осылай еткенім дұрыс болар деп ойладым. Жиырма 25 жастағы Жәния Қасымова интернатта тәрбиеленген. Оқуын бітірген ол балалар үйіне тәрбиеші болып жұмысқа орналасады. Алайда жас қыз жаңа жұмысында өзін қандай сынақтар күтіп тұрғанынан бейхабар еді. Тиіспеңдер маған! Жіберіңдер! Тиіспеңдер маған! Мәссаған сұмырай! Тағдыр мұндайларды кешірмейтінімізді біліп жүрсін. Ақырын, өтірік қойсаңдар, кейін жауап береміз ғой. Тиіспеңдер маған! Бұлар не? Құрбандар қойындар. Тәте кете берші. Біреудің ісіне араласу денсаулық үшін аса қауіпті. Бұл біреудің ісі емес, бұл менің ісім. Мен сендерге жаңадан тәрбиеші болып келдім. Қане, фамилияларыңды айтыңдар. Болды. Ақырын. Ай, Олар сені неге ұрды? сізге бәрібір емес пе? Бәрібір емес болған соң сұрап тұрмын ғой. Сонымен не болғанын айтасың ба? Ауырған соң айта алмай тұрмын. Жарайды. Онда кейін айтарсың. Ем болмаса есіміңді айтатын шығарсың. Анел. Ал мен Жәниямын. Жәния апайыммын. Рахмет, сіз болмағанда олар мені ұрып тастаушы еді. Түсінем. Өзім де 11 жастан интернетте тәрбиелендім. Сіз де жетімсіз бе? Жоқ, анам тастап кеткен соң мені интернетке өткізіп жіберді. Бұл жердің өмірін жақсы білем. Өзім де талай таяқ жегем. Сенді ренжіткендер қалай да жазалануы керек. Бір рет қашып құтылып кетсе, ештеңеден қорқпайтын болады. Оларды кім жазалайды дейсіз? Бұл жердің тәртібі қандай екенін білмеймін. Бізде бұндай мәселелермен директор айналысатын. Сендерде де директор бар емес пе? Директорымыз Мақпал апай. Бірақ оған барудың қажет жоқ. Басыңыз пәлеге қалады. Қателесесің. Біздің директорымыз әділдікті жақсы көретін адам болды. Сендердікі де кем емес шығар. Қане, кеттік. Алайда Мақпал апаймен арадағы таныстық Жәния ойлағандай болмай шығады. Сәлеметсіз бе? Апай кіруге бола ма? Кіріңіз. Мен жаңадан келген тәрбиешімін. Осында жұмыс істеуге келдім. Не деп тұрсыз? Сізді кім жіберді? Сізге телефон соқпап беді. Мені институттан соң осында жіберді. Иә, есіме түсті. Құжаттарыңызды әкелдіңіз бе? Әкелдім. Оны сосын берейін. Сосын дейсіз бе? Онда неге келдіңіз? Сыртта бір төбелес болды. Мұны мен ойламаған жерден көріп қалдым. Анел, кірші. Міне. Мұнысы несі тағы?
Менің де айтып тұрғаны сол ғой, апай. Бұны ұрып кетті. Әрең қуып жібердім. Мен оны айтып тұрған жоқпын. Мұны маған неге ертіп келдіңіз? Негесінес? Мәселені қарап, кінәлілерді жазалайтын шығарсыз? Анель, сен кете бер. Шық кабинеттен. Мен бұны кім ұрғанын көрдім. Тұра тұрыңыз. Есіміңіз кім? Жания. Бер қараңыз, Жания. Әкімшілік мұндай ұсақ түйек төбелеске араласпайды. Бұл балаларды енді ешкім дей алмайды. Қалайша ұсақ түйек төбелес? Өзіңіз көрдіңіз ғой? Жания, менің не айтқанымды естідіңіз бе? Барып жұмысыңызға кірісіңіз. Бұл жайында ұмытыңыз. Түсінікті ме? Бара беріңіз. Мен өз құлағыма өзім сенбедім. Сосын бұл жағдайды шешуді өз қолыма алайын дедім. Жания ең алдымен төбелес шығарған жасөспірімдермен сөйлесіп көрмек болады. Алайда олармен жақсылап сөйлесудің сәті түспейді. Мен сендермен сөйлесейін деп едім. Басталды. Сендердің Анельді неге ұрғандарыңды білгім келеді. Тәрбиешілер біздің шаруамызға араласпайды. Анель өзіне лайық жазасын алды. Түсініңіз бе? Жоқ. Неге жай ғана сөйлеспейсіңдер? Кез келген нәрсені жай ғана сөйлесіп шешуге болады ғой? Оны өйрете келген жоқ. Сендер маған Анельмен араларында не болғанын айтып беріңдер. Мен сендерге Анельмен келісуге көмектесем. Бізді тыңдасаңыз, біреудің ісіне араласпаңыз. Бұл Мақпал апайға ұнамайды. Сіз жаңа жұмысыңыздан айырылыңыз келмейтін шығар, е? Жүрейді, кеттік, сауыққа кеш қаламыз. Мен балалардың маған неге дұшпан көзбен қарағандарын түсіне алмадым. Сондықтан әріптестерімнің бірімен сөйлесіп көрейін деп шештім. Алайда әріптесінің сөзі Жанияны онан сайын таң қалдырады. О, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз жаңадан келдіңіз ба? Мен есімім Индира, тәрбиешімін. Сіздің есіміңіз кім? Мен Жаниямын. Танысқаныма қуаныштымын. Сізге көмек керек емес пе? Мен ненің не екенін айтып, жұмыс жайында жалпылама түсіндіріп бере аламын. Иә, көмек керек. Бұнда бір жағдай орын алған еді. Төбелес жайлы айтасыз ба? Ол жайлы бүкіл балалар үйі біледі. Сонда бұны қауіпті жағдай деп ойлайсыз ба? Әрине. Енді бұлар жасөспірімдер емес пе? Үнемі төбелес қалып жатады. Меніңше, бұны бұлай қалдырған дұрыс емес сияқты. Мақпал апай не дейді? Оның айтқанына таң қалдым. Маған айғайлап берді. Ештеңеге араласпа дейді. Жания, сіздің орныңызда болсам, ол кісінің сөзін тыңдар едім. Мақпал апай өз бетімен әрекет жасайтындар ұнатпайды. Ал қарсы шықсаңыз, бастықтың қаһарына ұшырайсыз. Мен балаларға жұмысқа деген мұндай немқұрайдылықты көріп, шошып кеттім. Бірақ мен өліспей беріспеймін деп ойладым. Артынша Анельге қатысты бұл оқиға күтпеген жерден жалғасын табады. Мұны не сен? Қалалық жігітпен кездесіп жүрсің бе? Жоқ, сіз мен дұрыс түсінбедіңіз. Бәрі де түсінікті болды. Бізде интернатта бұндай қылығымыз үшін жазалайтын. Бүгін сені осы жігіттің кесірінен ұрып кетті ме? Иә, бірақ жағдай сіз ойлағандай емес. Жания, Анель, мұнда не істеп тұрсыздар? Жай, тәрбие жайында сөйлесіп тұрғанбыз. Таңертеңгі оқиға жайында ма? Мен сізге бұл тақырыпты қозғамаңыз деп едім ғой. Біз сөйлесіп болдық. Аялдамаға бар жатсыз ба? Иә. Жүріңіз. Жолай сізге біздің мекеменің жұмыс қағидалары жайында айтып берейін. Сен тез кірішке. Мен Анельді ұстап берген жоқпын.
Солай етсем, ол маған сеніп, шын мәнінде не болғанын айтып бере ме деп ойладым. Жәния директормен тіл табысатын шығармын деп ойлайды. Алайда олардың қарым-қатынасы онан сайын шиеленісе түседі. Сіз бір нәрсені түсініңіз. Бұл балаларды түзеу мүмкін емес. Бұлардың қоғамға ешқандай пайдасы жоқ. Неге олай дейсіз, Мақпал апай? Жәния, менің бұл саладағы еңбек тәжірибем көп. Сіз әлі жассыз. Әлемді өзгерткіңіз келеді. Оны түсінем. Алайда ешкімде өзгерте алмайтын адамдар болады. Бұлардың көпшілігі ішімдікке салынады, немесе түрмеге түседі. Сонда осы жерді бітіріп шыққан түлектердің барлығы сондай болып кете ме? Жоқ, бірақ адам болды дегендерінің өзі қайырымсыз болып өседі. Бірде-біреуі рахмет айтып іздеп келген емес. Қызық екен. Ал біз сыныптастарымызбен өзіміз өскен интернетқа әлі күнге дейін барып тұрамыз. Мен өзім тәрбиешілерімді өте қатты жақсы көрем. Оларға мейрам сайын хабарласып тұрам. Сізді интернетте оқыдыңыз ба? Я 11 жастан бастап сонда тұрдым. Онда бәрі түсінікті. Нені айтасыз? Жоқ, көңіл аудармай-ақ қойыңыз. Жолай дүкенге соғу керектігі есіме түсті. Сіз мені күтпей кете беріңіз. Сау болыңыз. Жақсы. Ол кісінің әрекетіне қарап, отбасында емес, интернетте өсуді намыс көреме деп ойлап қалдым. Менің өзім бұл кісінің көзқарасынан бір жамандық сездім. Ал балалар сонда не сезіну керек еді? Жәния әнелді бұдан бұлай өзіне жоламайтын шығар деп ойлайды. Алайда бәрі керісінше болып шығады. Жәния апай, күте тұрыңызшы. Сізбен сөйлесуге бола ма? Әрине. Болат екеумізді директорға ұстап бермегеніңіз үшін рахмет. Болады де. Сен теріс түсініп қалма. Мен сені мұнды құптамаймын. Неге күлесің? Мұны сізге кеше-ақ түсіндіргім келген. Болат менің жігітім емес, ағам. Ағам ба? Иә, оның жасы 18-де, сондықтан балалар үйінде тұрмайды. Мені көріп кетуге анда-санда келіп тұрады. Ағам болса, онда неге жасырын кездесесіңдер? Оның қызба мінезі бар. Мақпал апай сондықтан жек көреді. Ағам оқуын бітіргенде, Мақпал апай енді қайт бұл жерге келме деген. Міне сондықтан жасырын кездесіп жүрміз. Онда тұрған не бар? Мен Мақпал апаймен сөйлесейін? Жоқ, қажет жоқ. Жағдайды онан ары ушықтырып аласыз. Жарайды. Онда мен Болат екеуінің жиі кездесуіне жағдай жасай алам. Тек бұл жайында ешкімге тіс жарушы болма. Жарай ма? Рахмет сізге. Рахмет. Түсінсем бұйырмасын. Туған бауырлардың бір-бірімен кездесуіне қалайша тыйым салуға болады? Бұл жайында директорға айтқаннан пайда жоқ. Сондықтан мен ағалы қарындасты екеуін жасырын кездестіріп тұрайын деп шештім. Жәния директорға бұл жайында ештең айтқысы келмегенімен, Мақпал апайдың оған айтары бар еді. Шақырдыңыз ба, Мақпал апай? Шақырдым. Отыруға бола ма? Отырып қайтесіз. Айтарымды тұрып тыңдай беріңіз. Мен қысқа ғана қайырам. Естуімше, әнел екеулеріңіз дос болып алыпсыздар. Бұл маған ұнамайды. Кешіріңіз. Онда тұрған жаман ештеңе жоқ сияқты. Мұныңыз дұрыс емес. Сіз балаларға тым жақын болмауыңыз керек. Сіз олардың анасы емессіз, тәрбиешісісіз. Сондықтан шектен шықпай, тәртіп бұзушылықтар болып жатса, маған хабарлап отырыңыз. Ол балаларға біздің қамқорлығымыз бен махаббатымыз керек емес пе? Мен айтарымды айттым. Тағы да ескертем. Егер айтқан тілімді алмасаңыз, біз бірге жұмыс істей алмаймыз. Бұл не деген сұмдық? Мен ол кісімен салғыласқан жоқпын. Анел маған сенді. Сондықтан мен қалай да болсын балалар үйінде жұмыс істеуім керек. Жәнияға ауыр тиген жұмыс күні күтпеген кездесумен жалғасады. Амансың байдалайын.
Сен Жәния Қасымовасың ба? Иә, мен кешірім сізгім боласыз? Есімім Айман. Сен мүмкін ұмытып қалған шығарсың. Мен сенің нағыш тәтең Айманмын. Тәтеммін дейсіз бе? Менің сізде тәтем жоқ. Айналайын, біз сен кішкентай кезінде бір-екі рет кездескенбіз. Одан кейін мен тұрмысқа ерте шығып бұл қаладан кетіп қалдым. Бұнда сирек келіп тұрғам. Жарайды, жүріңіз, үйге кірейік. Мен таңғалғаннан бұрын шошып кеттім. Бірақ ол кісіге сенбесіме болмады. Ол шынында да менің анама қатты ұқсайды екен. Ақыры Жәния өзін көп жылдан бері мазалап жүрген сұрақтың жауабын табады. Алайда ол бар шындықты естуге іштей дайын емес еді. Қысылмай ішіп жеп отырмыз. Айбетпеңіз. Мен сізден сіз жайлы, өзімнің отбасы жайлы көбірек білсем деп едім. Менің нағашыларымнан тағы басқалар бар ма? Атам, әжем дегендей. Ол кісілер баяғыда қайтыс болып кеткен. Мен олардың жаназаларына келе алмадым. Ал менің анамшы? Ол кісі жайында бірдеңе білесіз бе? Ол мені неге тастап кетті? Ол кезде анаң қатты қиналып жүрді. Күйеу тастап кеткен, сен асырауға шамасы келмеді. Мен де көмектесе алмадым. Неге? Менің енді бұрынғы күйеуім өте қатыгез адам болды. Мен ұрып соғып бар тапқан таяғанымды тартып алып отырды. Анаң сенің сол қатыгездің таяғын жемесін деді. Айман тәте, интернаттан көрі қандай болса да өз отбасында өскен жақсы емес пе? Жоқ, Жәния, сен олай деме. Анаң жұмыс істеп, ақша тауып, сені алып кеткісі келді. Сөйтіп сені балалар үйіне өткізді. Өзі сол жұмыстың соңынан кетті. Менің бұған күмәнім бар. Өйткені ол мені қайтып іздеп келмеді. Жәния бар шындықты естуге дайын ба? Жиырма 25 жастағы Жәния 11 жасынан бастап интернатта тәрбиеленген. Оқуын бітірген ол балалар үйіне тәрбиеші болып жұмысқа орналасады. Бірде оны күтпеген жерден тәтесі іздеп келеді. Жәния ол жайында ештеңе білмейтін. Жоқ, Жәния, олай деме. Анаң жұмыс істеп, ақша тауып, сені алып кеткісі келді. Сөйтіп сені балалар үйіне өткізді. Өзі сол жұмыстың соңынан кетті. Менің бұған күмәнім бар. Өйткені ол мені қайтып іздеп келмеді. Қайтып іздеп келуге шамасы болмады. Мен сенің анаңмен ұзақ уақыттар бойы хат жазысып тұрдық. Кейіннен ол хат жазуын тоқтатты. Оның қайтыс болған жақында ғана естідім. Қайтыс болғаны қалай? Мен оны әйтеуір бір келер деп үміттеніп еді ғой. Жарайды, Жәния. Қоя қой. Мен де солай ойлағам. Жарайды, Жәния. Мен енді қайтайын. Қайда барасыз? Мен өзіме бүгіндікке түнеп шығуға орын таптым. Бүгінше осында қала беріңіз. Ертең бір амалын ойластырармыз. Солай етем бе? Жарайды, жаным, рахмет. Мен осы уақытқа дейін анаммен ақыры бір кездесермін деп үміттеніп жүргенмін.
енді ол арманыма жете алмайтыным белгілі болды. Жания түнімен жылағандықтан ертеңінде көңіл күйі болмай жүреді. Қайырлы таң. Және? Ой, көзің ісіп кетіпті ғой. Бүгін түнімен ұйықтай алмай шықтым. Жүрбен жылағаныңды естідім. Байқұсым ой. Айман тәте, енді не істемек ойыңыз бар? Білмеймін. Үйім өртеніп кетті. Құдай маған бала бермеді. Енді жер бетіндегі бар жақыным өзіңсің. Онда бар ғой. Әзірге менің үйімде тұра тұрыңыз. Рахмет, Жания. Осыны өзім айтуға ыңғайсызданып ем. Мен саған еш кедергі келтірмеймін. Мен нағашы тәтемді үйімнен қуып шыға алмадым. Әрі оның да баратын жері жоқ болды. Жұмысқа келе жатқан Жания жол бойы Әнелге ағасымен жолығып тұруына қалай көмектесем екен деп ойлайды. Мұндай мүмкіндік аяқ астынан туындайды. Болат, тоқташ! Болат, тоқта! Жаңадан келген тәрбиешісіз бе? Анелді ана жексұрындардан құтқарған үшін рахмет. Анел маған сенің қандай жағдайға тап болғаны туралы айтып берді. Не деп айтты? Директор саған онымен кездесуге тыйым салыпты. Иә, ол кісі мені жек көреді. Тек сені ғана емес. Таң атпастан мұнда не қылып жүрсің? Анелде шұғыл шаруам бар еді. Терезеден қашан қарар екен деп күтіп жүрмін. Маған айтсыншы, оған жеткізейін. Жоқ, өзім көруім керек болып тұр. Бұл аса маңызды шаруа. Онда Анелді өзім ертіп әкелейін. Тек бұл жерде емес, саябақта кездесейік. Сағат 3-те ертіп келсем бола ма? Иә, әрине болады. Көп рахмет. Мен сіздер сол жерде күтемін. Жақсы. Болат маған аздап абыржып тұрғандай болып көрінді. Бәлкім, оның шынында да шұғыл шаруасы болған шығар. Ойындағысын жүзеге асырмақ болған Жания тәуекелге бел буады. Сен маған өткен аптада бригада жіберем дегенсің. Қайда ол? Бізге қаншалықты шығын екенін түсінесің бе? Нұркен, ашуланбашы. Жағдайымды түсінесің ғой. Біреу біліп қойсашы. Қайдан біледі? Қайдан біледі? Сен де бір кішкентай қыз ұқсап. Мұның не? Әлгі жігітші. Сол айтып қоюы мүмкін ғой. Ол жігіт жұмған аузын ашпайды. Мен оны анық білемін. Қорықпай-ақ қой. Және оған қатысты мәселені мен жақын арада бір жақты қыламын. Қалай бір жақты қыласың? Сенің ол жайында білмеген дұрыс. Жарайды, кеттім. Уәдеңде тұратын бол. Кім керек? Сізге не керек? Мақпал апай, мен сізден түстен кейін 1,5 сағатқа сұрансам ба деп едім. Бір шаруаларым болып тұр. Сұранатын уақыт тапқан екенсіз. Барыңыз, бірақ кейін орнына жұмыс істеп бересіз. Рахмет. Тексерем. Жарайды. Ол кезде мен абайсызда естіп қалған әңгімеме мән бермедім. Сөйтсем, бекер мән бермеген екенмін. Жания Әнелді ағасымен кездесуге ертіп әкеледі. Алайда Әнел ағасын кездестіре алмайды. Анел, бәлкім оның басқа жұмыстар шығып қалған болар. Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Болат бәрібір келеді. Мүмкін достардың үйінде кідіріп қалған шығар. Сіз оны жақсы білмейсіз. Болат бұлай етпейді. Оның бір нәрсеге ұшырағаны анық. Біз бұлай күтіп тұра алмаймыз. Сен жоқ екенді
кез келген сәтте байқап қалуы мүмкін. Тағы да 10 минут күте тұрақшы. Келіп қалатын шығар. Кешір, Анел, күте алмаймыз. Біз онсыз да ұзақ кідіріп қалдық. Жоқ, кетпейміз. Өтінем. Анел, Болат енді маған сенуге болатындығын біледі. Кейін маған келсе, басқа бір жолы кездесерміз. Қазір қайта берейік. Мен Анелді тәртіп бұзды деп жазаламасын дедім. Өзімнің де жұмыстан шығып қалғым келген жоқ. Артынша Жанияның айтқаны айдай келеді. Шақырдыңыз ба? Сіздің есіңіз дұрыс па? Интернаттың баласын қайда алып кеттіңіз? Ол менің қасымда болды. Екеуміз бірге көрмеге бардық. Өзі барам деп қоймады. Сосын қыз баланың өнерге деген ұмтылысын бағалап. Әнелдің ба? Өнерге деген дейсіз ба? Күлкімді келтірмеңізші. Бұл заманауи өнер ғой. Граффити стиліндегі жұмыстардың көрмесі. Жастар ондайларды жақсы көреді. Басымды қатырмаңыз. Маған тәптіш деп айтудың қажеті жоқ. Кешіріңіз. Енді қайталанбайды. Сеніп көрейін. Тағы да қайталанатын болса, жұмыстан шығасыз. Бара беріңіз. Сумра, жібер мені, есің дұрыс па? Бұл баған Мақпал апай саған қанша ақша төлейді? Жібер дейім. Қыздар! Болды, қыздар! Қойыңдар! Әлі саған көрсетеміз, саузайыңды тартып тұрамыз. Жібер деймін, Анел! Болды! Бізді Мақпал апайға ұстап берген мұнау. Ашық ауыз. Біздің кетіп қалғанымызды айтып берген осы қыз. Зарина, бұл рас па? Шаруаңыз болмасын. Жүр, Мейірбекеге мұрнын қан тоқтатсын. Мен саған әлі көрсетейін. Бұлай, оңай құтылып кете алмайсың. Түсінің ба? Болды. Мен Анелді ойлап қорқып кеттім. Мен оның қасында күні-түні жүре алмаймын ғой. Оған не боларын ойлағанда денем тітіркеніп кетті. Жания Анельді қатты уайымдайды. Сондықтан оған көмектесу үшін аянып қалмауға тырысады. Анел? Мұнда неғып тұрсың? Барлығы кешкі ас ішуге кіріп кетті ғой. Ағам осындай кезде кеп тұратын. Терезеден қарағанда көретінмін. Уайымдай бермеш. Шаруалар шығып, қол тимей қалған шығар. Сіз ертеңге түсінбей тұрсыз. Ол бір бәлеге тап болды, мен мұны анық білем. Мен саған айттым ғой. Ол бәрібір бұлай етпеуші еді. Ағам екеумізден басқа бір-бірімізге жақын ешкіміз жоқ. Ағам қалай да келер еді. Уайымдамашы. Мен бір амалын ойластырармын. Оны табамыз. Анелге қарап, жаным ашып кетті. Бәрінен бұрын мен Болаттың мекен жайында, байланыс телефонында сұрап алмағаныма қатты өкіндім. Сол күні келеңсіздіктер бірінен соң бірі жалғаса береді. Бұл қалай сонда? Әмиянымда ақша болғанын анық білем. Оны балалардың бірі қалтамнан алған шығар деп ойладым. Жұмыстан шаршаған Жания үйіне оралады. Сөйтсе, тәтесінің оған айтар маңызды жаңалығы бар екен. Бәрі өнерімді салдым, дәмді болған шығар. Рахмет, Айман тәте. Мен үшін бұлай ешкім тамақ дайындаған емес еді. Жүріңіз отырайық, шайпсе қарным ашып кетті. Отыр, қазір. Кәне, ал, жақсылап тұр. Ай, бәрекелді. Чаймен қосып бірақ. Рахмет. Және, саған айтар жаңалығым бар. Айта беріңіз. Мен жаңа осы жақын маңдағы кескаға кіріп шықтым. Оларға 1,5 ставкаға ауласы бұрушы керек екен. Соған жұмысқа кірдім. Ауласы бұрушы болып ба? Айман тәте, ол ауыр жұмыс қой. Оның үстіне 1,5 ставка.
Мына жасқа келгеніңізде сіз уайымдамаңыз. Сізді өзім асырап бағам. Біріншіден, мен қартайып тұрған жоқпын. Сен мені тіпті кемпірлер санатына қосып тастадың ғой. Екіншіден, саған масыл болғым келмейді. Ал ақша ешқашан артықтық етпейді. Жарайды. Бірақ жұмыс қиын болып жатса, бірден шығып кетіңіз. Жарай ма? Жарайды. Айман тәте қасымда болғандықтан, мен бұрынғыдай жалғызсыраған жоқпын. Өзімді отбасы бар адамдай сезіндім. Ертеңінде Жәния Әнелдің ағасын іздеп көрмек болады. Сөйтсе, оны ғана емес, қарындасын да іздеу керек екен. Қыздар, Анелді көрген жоқсыңдар ма? Шерден көрмеңдер ма? Қайта кеттің ағыз білейін. Индира, сәлем. Не болып қалды? Жәния неге шошып кетеді? Жәния балалар үйінде тәрбиеші болып жұмыс істейді. Ол тәрбиеленуші қыздардың бірімен жақын араласа келе, оның ағасының жоғалып кеткенін естейді. Алда Жәнияны тағы қандай жағымсыз жаңалық күтіп тұр. Индира, сәлем. Не болып қалды? Сенің жақсы көретін қызың қашып кетіпті. Анел ме? Оған сен көмектескен жоқсың ба? Ұйқыдан тұрғанда орында жоқ болды. Не деп тұрсың? Мен оған қашуға көмектеспес едім. Бұны Мақпал апайға барып айтарсың. Ол сені Анелдің қашуына көмектесті деп отыр. Мен сол кезде ғана әмиянымдағы ақшаны кімнен алғанын түсіндім. Бірақ ол кездегі басты мәселе ол емес болатын. Мен тездетіп Анелді табуым керек болды. Жәния директордың өзіне ұрсатыны іштей дайындалып келген еді. Бірақ естіген әңгімесі оны қайран қалдырады. Келдіңіз ба? Жағдайды естіген шығарсыз. Иә, естідім. Әнел айтты ма? Ол қашуды жоспарлап бет? Әлде сіз көмектестіңіз ба? Жоға, о не дегеніңіз? Мен қазір ғана естіп тұрмын. Рас айтам. Осы екі ағайындақ басыма бәле болды ау. Ағасы да қарындасы да жетісіп тұрған жоқ. Ағасына не болып еді? Әнел сізге айтып берген жоқ па? Екеулеріңіз соңғы кезде жақсы араласып жүретіңіздер ғой. 2 ай бұрын ағасы осы жерден қашып кеткен. Енді қарындасы кетті соңынан. Қашып кеткені қалай? Ол 18 емес пе? Оқуын бітірген түлек. Қайдағы түлек? Ол жарты жылдан кейін ғана 18-ге толады. Полицияға арыз жаздыңыз ба? Енді маған жетіспегенді полиция еді. Мен оны өз адамдарыма іздеп тапқызам. Бара беріңіз. Директор маған бұл іске полицияны араластырма десе де, мен тыңдамадым. Қалай болған күнде де Әнел мен Болатты табуым керек дедім. Жұмыстан шыққан соң Жәния бірден полиция бөлімшесіне барады. Алайда тергеушімен арадағы әңгіме оның көңіл күйін онан сайын түсіріп жібереді. Сәлеметсіз бе? Мен сізге бір қыз баланың жоғалғаны жайлы арыз жазайын деп келдім. Нақтырақ айта аласыз ба? 15 жасар қыз бала бүгін түнде балалар үйінен қашып кетті. Балалар үйінен бе? Түсінікті. Ондайлар бір орында отыра алмайды. Сол қыз табуымыз керек. Онда іздеңіз. Мен сізден арыз қабылдай алмаймын. Ол өз аяғымен қашып кеткен жоқ па? Дәл солай, өз аяғымен қайтып келуі мүмкін. Қыдырып болған соң қайтып келеді. Жасөспірімдерде ондай болып тұрады. Анел ондай қыз емес. Өзіңіз білесіз. Бәрібір жоғалған күннен бастап
3 тәулік уақыт өту керек. Айтпақшы, сіз оның кімі боласыз? Тәрбиешісімін. Арызды сіздің мекемелеріңіздің директоры жазу керек. Кешіріңіз, сондықтан мен сізге көмектесе алмаймын. Амалым құрған. Мен балаларды өз күшіммен іздеп таппақ болдым. Жәния алған бетінен қайтқысы келмейді. Тағдыр оған аяқ астынан көмекке адам жібергендей болады. Ой, Рауан? Жәния, сәлем. Кездесу деп осыны айт. Мұнда қайдан жүрсің? Бір шаруалармен келгем. Сені полиция қызметкері екенді білмеп. Жұмысқа жақында ғана орналасқанмын. Енді тәжірибе жинақтап жатырмын. Жұмысым өзіме ұнайды. Ал мен балалар үйіне тәрбиеші болып орналастым. Мұнда неге келгеніңді енді түсіндім. Балаларға бірдеңе болды ма? Дәл таптым. Бір қыз бала қашып кетті. Өте жақсы қыз. Алдында оның ағасы жоғалып кеткен еді. Соны іздеп кеткен болуы керек. Мұнда көмек сұрап келіп едім. Парызымды қабылдамай қойды. 3 күн деді ме? Сөйтіп айтатындары маған да ұнамайды. Онда саған мен көмектесейін, ешкімге айтпай. Рахмет. Қуанып қалдым ғой. Айтпесе неден бастарымды білмей басым қатып тұр еді. Ол қыздың қайда кету екен мүмкіндігін ойланайық. Балалар үйінен басқа достары бар ма еді? Білмеймін. Жоқ шығар. Бірақ кім біледі? Туыстары ақшасы жоқ болса, алысқа ұзай алмайды. Оның азғантай ақшасы бар. Мен Әмиянынан ұрлап кеткен. Ол қызды сол үшін іздеп жүрсің бе? Рауан, бұл күлетіндей нәрсе емес қой. Мен оны қатты уайымдап тұрмын. Ақшасы бар болса, вокзалдардан іздестіріп көрейік. Әдетте жасөспірімдер бір жаққа кетіп қалсақ, мәселе шешіледі деп ойлайды. Жарайды, жүр онда. Рауанды кездестіргенім қандай жақсы болды. Енді Әнелді таба алатын шығармын деген үміт пайда болды. Жәния мен Рауан балаларды түннің бір уағына дейін іздеп таба алмайды. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Осыған ұқсас қыз бала билет алған шығар, есіңізге түсіріп көріңізші. Мен жолаушылардың бет әлпетіне қарап отырмаймын. Мұнда қыз бала келді деп анық айта алмаймын. Көмегіңізге рахмет. Енді оны таба алмаймыз ба? Уайымдама, табамыз. Бірақ қазір кеш болып кетті. Мен сені үйіңе жеткізіп салайын. Үйге бармаймын. Әрі қарай іздей берейікші. Онда бұлай етейік. Мен 1-2 дос баламды ертіп алып, хостелдар мен арзан қонақ үйлерді аралап шығайын. Ол әйтеуір бір жерге түнеу керек шығар. Табылған ақыл. Сөйтсек онда. Бірақ саған бір шартым бар. Сен қазір үйіңе қайтасың да, ұйқыға жатасың. Жақсы. Адамды көндіре біледі екенсің. Жүр онда. Рауанның өз достарын ертіп алам дегені маған үміт сыйлады. Солай етсе, Әнелді табуға мүмкіндігіміз бар деп ойладым. Шаршап келген Жәнияны үйде ұрыс керіс күтіп тұр еді. Айман тәте, сіз әлі ұйықтамағансыз ба? Қалай ұйықтайды? Түнгі сағат 1 болды. Сен үйде жоқсың. Мұның не? Мен сені әбден уайымдадым ғой. Бұл жайында ертең сөйлесейікші. Қазір ештеңеге шамам жоқ. Шамам жоқ дейді ғой. Ең болмағанда бір телефон соқсаң етті. Мен сізде қанша жыл жалғыз тұрдыңыз ғой? Аяқ астынан неге уайымдай қалдыңыз? Бұл қылығыңыз сізге ерсі болып көрінбей ме? Мен оны алғаш көргендегі айтар сөзімді енді айттым. Мен ол бұрын неге іздемеген? Бірақ сол күні бұл сұрағыма жауап ала алмадым. Таңертеңгісін Жәния мен тәтесі ашық әңгімелеседі. Жәния, сенің кешегі сөзіңе жауабым. Мен сені ешқашан ұмытқан емеспін. Ертерек келуім керек еді, бірақ келе алмадым. Маған сенесің бе? Сенемін. Уайымдатқызып қойғаным үшін сіз де мені кешіріңіз. Айтпақшы, сен маған кеше не болған айтшы? Кеше балалар үйінен бір қыз бала қашып кетті. Соны мен полицияда жұмыс істейтін бір досымен бірге іздедім.
сізге хабарласуды мүлдем ұмытып кетіппін. Таптыңдар ма енді? Жоқ. Қазір Рауанға хабарласып көрем. Бір жаңалығы бар шығар. Бірақ егер ол Анель тапқан болса, маған өзі хабарласар еді. Енді сен оны тағы іздейсің бе? Иә. Оны қалай да болсын іздеп табам. Мен тәтеммен сөйлескеніме қуанып қалдым. Осы әңгімеден соң арамызда еш құпия қалмаған шығар деген сенімде болдым. Сөйтсем, мен қателесіппін. Жания жұмысы болғандықтан балаларды іздей алмайтынын біліп бастығынан сұранбақшы болады. Алайда директоры тосын мінез танытады. Мақпал апай, сізге 1 минутқа кірсем бола ма? 1 минутқа ғана. Сөйлесіп отыратын уақытым жоқ. Сізден бүгінге сұрансам деп едім. Шұғыл шаруам бар еді. Тағы да сұранбақсыз ба? Қашанғы сұрана бересіз? Жұмыс дегеніңізге бар жоға 1 апта болды. Оның өзінде де сұрана бердіңіз ғой. Түсінем. Сіз де мен жағдайымды түсініш. Маған сіздің жағдайыңыз қызық емес. Бізге сіз сияқты қызметкер керек емес. Бүгіннен бастап жұмыстан босатыласыз. Кабинеттен шығып кетіңіз. Шығыңыз кабинеттен. Бұған қатты ренжідім деп айта алмаймын. Мынандай бастығым болса, бәрібір жұмыстан кетер едім. Енді мен бар уақытымды Анельді іздеуге жұмсайтын болдым. Жания Рауанға хабарласып, кездесейік демес бұрын үйіне соғып кетуді жөн көреді. Оны үйінің алдында тосын сый күтіп тұрады. Анель? Анель, сенсің ба жаным? Анель. Келгенің қандай жақсы болды. Шынымды айтсам, сізге келуге қорықтым. Не дейтініңізді білмедім. Мен Мақпал апайға ұстап бересіз деп қорықтым. Мұны не жаным? Мен сені ешқашан ұстап бермес едім. Айтпақшы, мен үйімді қалай таптың? Ешкім жоқта кадрлар бөліміне кіріп алып, мекен жайыңызды көріп алдым. Түсіндім. Сені қарын ашқан шығар? Иә, қатты ашты. Жүре ғой жаным, жүр. Анель үйге өзі іздеп келмегенде, мен оны қанша іздерімді кім білсін? Бірақ одан да күрделі шаруа Болатты іздеп табу еді. Анель Жанияға бар шындықты айтып береді. Болат неге қашып кетті? Сол туралы айтып берші. Оны да білесіз бе? Иә, білемін. Болат директордың фирмасында жұмыс істегісі келмегендіктен қашып кетті. Оны не? Фирмасы бар ма? Бар. Күйеуі екеуінің бизнесі ғой. Олар ақша төлемес үшін жұмысшылар жалдамайды. Мақпал апай ол жаққа өз оқушыларын жібереді. Болатты да бірнеше рет сонда жіберген. Ал керек болса. Ол жақта балалар не істейді? Бар жұмысты жасайды. Малға қарайды, егін егеді. Апай мен ағай өте сараң, тамақтан да үнемдейді. Балалардың бәрін бір сарайға жатқызады. Жерге төселген матраста жатады. Бұл жайында тәрбиешілердің ешқайсысы ештеңе білмеу мүмкін емес қой? Біреуіне айттыңдар ма? Бәрі білет, бірақ ешқайсысы өз жұмыстарынан айырылғысы келмейді ғой. Болат сол үшін қашып кетті ме? Иә, ол бәріне шаршады. Мақпал апай ашуланып, Заринаға басқа балаларды маған қарсы айдап сал депті. Мені ұрып тастаса, Болат өзінің кінәлі екенін түсініп, қайтып келеді деген. Бұл не деген сұмдық? Сен тамағыңды іше бер. Мен телефон соғып келейін. Бұл мәселені қалай да болсын шешуіміз керек. Анель үйге өзі іздеп келмегенде, мен оны қанша іздерімді кім білсін? Бірақ одан да күрделі шаруа Болатты іздеп табу еді. Жания алдымен Мақпал апайдың фермасының қайда екенін білмек болады. Бұл жұмбақтың шешуі аяқ астынан табыла кетеді. Сен ол фирманың қай жерде екенін білесің бе? Білмеймін.
Балаларды ол жаққа үнемі жабық фургонмен апарады. Болат оны қаладан 1 сағаттық жерде деген. Мақпал апайың күйеуімен бірге Болат бәрін айтып қояды деп қорықса, оны аңдып жүріп ұстап алып кетуі мүмкін. Оны сол фермада ұстап отыр деп ойлайсың ба? Солай шығар. Ол ферманы табудың амалын ойластырайын. Алдымен меншік иелеріне қатысты құжаттарды қарап көрейін. Олар өз бизнестерін біреудің емес, өз аттарына рәсімдесе дұрыс болар еді. Ағамды қайта көргім келеді. Ей, мен мына баланы танимын ғой. Айманның сөзі жағдайды неліктен түбегейлі өзгертіп жібереді. Жания интернаттағы бір қызға жоғалып кеткен ағасын іздеп тауып бермек болады. Ағасы интернат басшысынан зәбір көрген соң қашып кеткен еді. Оны табудың сәті түсе ме? Жания неліктен тағы бір жағдайдан соң есінен танып қала жаздайды. Ағамды тағы да көргім келеді. Мен мына баланы танимын ғой. Кімді? Болатты ма? Иә, мен ауылда жүргенде бір фермада сауыншы болып жұмыс істедім. Сонда мына баланы бір емес бірнеше рет көрдім. Бұл бала сол малға жем салып, қора тазалап жүретін. Онда жолымыз болды. Тездетіп сол ауылға тартайық. Айман тәте, сіз бізбен бірге жүріңіз. Жол көрсетесіз. Мен сендерге бәрін айтып берейін қалай баратынын. Бірақ өзім бара алмаймын. Кішкене ауырыңқырап қалдым. Айман тәте, сізге не болды? Әлде дәрігер шақыртайын ба? Жоқ. Кішкене жата тұрайын. Көп уайымдап кеттім. Жақсы, онда фермаға қалай бару керектігін түсіндіріп жіберіңіз. Мен жолымыздың бола кеткеніне қатты қуандым. Айман тәте болмағанда, біз Мақпал апайдың фермасын таба алмай қиналар едік. Жергілікті тұрғындар Жания мен Рауанға фермаға баратын жолды көрсетіп жібереді. Мәссаған, ферма болғанына. Олардың бұл жерден көп ақша тауып отырғандар көрініп тұр. Жұмыс күшінен қаншама ақша үнемдеп отыр. Олар балаларды бұл жерге көп жылдан бері әкеп тұрады. Кейбіреулер ферма дегенді естісе, қорқып жылай бастайды. Біз бұл жерді жаптап тастаймыз. Естідіңдер ме? Нені? Мын жақта біреу бар. Мен сол кезде біз кешігіп қалдық па? Болат бірдеңеге ұшырап қалды ма деп қатты қорқып кеттім. Болат деймін. Болат тірі екенсің ғой. Болат, жауап берші. Болат. Мен іздеп тауыпсың ғой. Жарайсың қарындасым. Болат. Тұр. Басын көтер, Болат. Болат. Ақырын, абайлап жүрші, Болат. Қонақ, сосын сөйлесесіңдер. Және баланы машинаға алып кет. Тек ақырын апар. Жүре аласың ба? Жүре алатын сияқтымын, тек аяғым қатты ұйып қалыпты. Жүр, маған сүйеніп жүрші, ақырын. Ақырын, Болат. Абайлап жүрші. Ешкімнің көзіне түспеуге тырысыңдар. Мен қазір өз адамдарымды шақырайын. Біз ферма қожайынымен сөйлесеміз. Сөйтіп, біз Әнелді де, Болатты да құтқардық. Енді балаларға зәбір көрсеткен жексұрындардың өз істеріне жауап беретін кез келді.
Ақыры Мақпал апайда оның күйеуді тұтқындалады. Айта бер, не жаңалығың бар? Мақпал күйеуімен бірге уақытша қамауға бақтысында жатыр. Тергеу жүріп жатыр. Бірақ олардың кінәсін дәлелдейтіндей айғақтарымыз жеткілікті. Олардың кесірінен қаншама бала азап шеккенін білесің ғой. Елестете алам. Істеген істеріне өкініп отыр ма? Қайдағы? Мақпал тергеу кезінде үнемі айғай-шу шығарады. Мен балаларды еңбекке бауладым. Балалар үйіндегілерді солай ғана тәрбиелеу керек дейді. Бұл не деген сұмдық? Олар енді ұзақ жылға сотталатын шығар. Оған күмәнің болмасын. Әнел мен Болат қалай? Болат әлі ауруханада жатыр. Әнел мен үйімде. Енді не істемек ойың бар? Оған сенің үйіңде тұруға болмайды ғой. Неге? Мен Әнелге қамқоршы атанып, оны бір жолата қолым алсам ба деп жүрмін. Жарайсың, онда іске сәт. Балалар үйіндегілердің мінездері қиын болады. Бізше, біздің мінезіміз қиын болған жоқ па? Өзінің қандай болғанды есіне түсірші. Интернатта жүргенде бірінші атаман болып жүруші едің ғой. Енді полиция қызметкері болып жүрсің. Иә, оның рас. Жақсы онда, жолың болсын. Рауан, біздің үйге қонаққа кел. Айман тәтем де, Әнел де қатты қуанып қалады. Шақырғаныңа рахмет. Міндетті түрде барамын. Мен бәрі бітті деп кеудемді керетін сала бастадым. Өйткені өзіме жаңа жұмыс таптым. Болат сауығып келе жатты. Әнел де қайтадан мектепке бара бастады. Жания өз өмірін қалпына түсті деп ойлағанымен, өзінің қателескенін сезген жоқ еді. Жания, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен сізге келе жатыр ем. Маржанға айта саласыз ба, ертең жұмысқа шықсын? 4-ші телімдегі адамның орнына шығу керек. Маржанға? Мен Маржан деген ешкім танымаймын. Сіз шатастырып тұрған сияқтысыз? Неге шатастырам? Маржан Қасымова, біздің жаңадан келген ауласыпырышымыз. Ол бізге жұмысқа тұрған кезде сіздің мекен жайыңызды көрсетті. Сіз есімін шатастырған екенсіз. Менің үйімде тұрып жатқан ол Айман тәтем. Сіздерде ауласыпырушы болып жұмыс істейді. Ал Маржан деген? Мені шатастырып тұрған жоқпын. Оның есімі Маржан. Оның құжатын көрген. Айта саласыз ба? Есіме түсті. Мен мұны бұрын қалай байқамағанмын? Айман тәтем маған сондай елжірей қарайтын, жақсы көретін. Бұрын қалай көрсоқыр болғанмын? Үйге келген соң Жания өз тәтесімен өмірінде айтылмаған тақырыпта сөйлесуіне тура келеді. Жания, сен бүгін... Жания... Сіз маған өтірік айтқансыз ба? Сонда сіз менің анамсыз ба? Кешірші, Жания. Мен осылай еткенім дұрыс болар деп ойладым. Сонда өтірік айтқан дұрыс па? Мен сізді қаншама уақыт күттім. Ал сіз болсаңыз маған келмей алмай өтірік айтасыз. Сізді көргім келмейді. Жания, олай демеші. Тыңдашы мені, қызым. Маған бар шындықты айтуға мұршат берші. Тек мені қуып жібермеші. Мен сізге сенбеймін. Менің де қорыққаным осы еді. Егер сен менің өз анаң екенімді білсең, сен мені табалдырығыңнан да аттатпайтыныңды білдім. Сөзімді аяқтауға мұршат бер, қызым. Мен өтірік айтқан жоқпын. Менің сөзіме сенбесең, қазір-ақ кете берейін. Жания апай, Айман әжені қуып жібермеңізші. Жақсы. Бірақ маған бар шындықты жасырмай айтып бересіз бе? Иә, бәрін шындықты жасырмай айтып берем. Мен сені интернатқа өткізген жоқпын. Сені менен тартып әкетті. Тартып әкетті ме? Неге?
Мен бір кәсіпорында бухгалтер болып жұмыс істедім. Менің директорым өзінің қажетті шоттарына өтірік ақша аударып отырған. Кейін тексеру келгенде, ол құжаттардың бәрінде мені қол қойғаным белгілі болды. Содан сізді соттап жіберді. Иә, мен өзімнің ақ екенімді дәлелдей алмадым. Мен бірақ ол ақшаны алған жоқпын. Ант етейін. Мен сенем. Мен де сенем. Және қызым, кешірші мені. Кешір алсаң, кешірші мені қызым. Мен сізді кешірдім, анашым. Қазір менің өз жаниям бар. Анам, Анел, Болат, бәріміз біргеміз. Болат қазір студент болғандықтан бізбен бірге тұрмайды. Демалыс сайын кеп тұрады. Дүниеде сені жақсы көретін біреудің барын сезінуден, өзінің біреуді жақсы көруден асқан бақыт жоқ шығар.